Бәріне сәлем! Всем привет! С вами я, Мадина. Сегодня будем делать наращивание сама себе. Я проходила курс по маникюру, но не по наращиванию. Бірақ ладно, қазақша жалғастыра берейін. Мен маникюр курсын өткенмін, бірақ наращивание жасамағам. Иногда я старалась себе наращивание жасауға, только оң қолға, сол қолға жасай алмаймын. Бүгін көреміз қалай шығатынын. Видеоның соңына дейін көріңіздер менімен бірге. Жетпесе сол қолға только обычный маникюр жасаймын да, оң қолға наращивание жасаймын. Потому что менде екі ақ гель, и то екеуінің жартысы төгіліп қалған. На жаққа верхний формаға, на жаққа нижний формаға постараюсь істеуге. И сначала бірінші менде екі формада бар. Нижний да бар, и верхний да бар. Екеуі де бар. Сосын қасымен маған оңайырақ болады. Маған осындай сіздер көрмейді. Верхний формалар бар. Сонымен, по идее, лучше болады. Бірақ оны жасаған кезде астын тазалау қиынырақ. Ол верхний форма жасағанда астын тазаламайсыздар. Асты идеально өтеді, бірақ үстін тазалау қиындау болады. Екеуінде плюстары да бар. Жалғастырамыз. Обычный маникюр жасаймын. Сосын уже гель наращивание дальше болады. Поехали! Бірінші аппарат. Тырнақтарымды одной алып тастаған барлығын. Есіне түсті. Ушар аламыз. Комментарий жазыңыздар. Неге камераға қарамайсың, неге камераға қарамайсың деген. Короче, телефонға түсіріп, сол себептен мен экранға қарап үйреніп қалған. Экранға қараймын. Буду қазір камераға қарауға. Көтердім. Енді қазір аппаратпен аламын. Аламын дегенде аппаратпен жан-жағын ашамын, көтеремін. Сосын вот мынандай кусачкамен алып тастаймын етін. Если будете делать сами себе маникюр, особенно на левой руке, будьте осторожны. Енді кусачкалармен аламыз. Сосын уже наращиванияға бастаймыз. Кутикуланы тазалап болды. Енді үкілайым. Верхний формаға наращивание жасаймыз. Сосын форманы бүйтіп тырнаққа, мен тырнағыма подходящий форманы тауып, орын-орындарына қойып, сөйтіп гель жағып, қазір көрсетем ғой барлығын. Солай жасаймыз. Перекус. Люди, потише. Мен, по идее, вообще маникюрмен хочу профессионально заниматься, жұмысқа тұруға. Мен курсын өткен кезде, кейін жұмыс іздеп жүрдім, сосын не қабат екенімді білдім, сосын желание болған жоқ жұмыс істеуге ол кезде. Сосын жұмысқа шықпадым. И обязательно тырнақты осылайынан бір жаққа ғана пилить етеміз, чтобы немен атнені гель или база ма? Қайсын бірінші шығады өзі? Гель мен тырнақтың арасы сцепкасы жақсы болу үшін осылайынан жасау керек. Енді ультрабонд база жағамыз бәкен, или гель мен істей берейін ба сразу? Ладно, база жағамыз. Лампаны дайындап қойдым. Так. Бірінші наған жасайық. Саламыз. Ой, я забыла тырнақтың формаларын дайындап алуға. Қазір бірінші формаларын дайындап алайық. Сосын жалғастырамыз. Квадрат басқандай жасамаймын, как обычно миндаль жасаймын, потому что мен қолдарыма, мен саусақтарыма миндальдан басқандай форма жараспайтын секілді. Либо овал. Екеуін біреуі. Қалай шығады екен? Осылайынан қойып алайық. Осылайынан қойып жатырмын, чтобы қазір сцепка болу үшін арасында.
бір тырнақты ғана болдым. Әлі 9 тырнағым бар. Бірақ мына жаққа наращивание жасамайтын болдым. Только бес саусағыма наращивание жасаймын. Мына жаққа просто маникюр жасаймын. Бәрі қисақ-қисақ. Айдалаға қарап тұр. Дальше нормально видео сұрамадым, себебі мен үйде жалғыз тұрмаймын. И результат осындай. Подложка белый боядым, потому что аяғында красныймен бояйым. Сол себепті красный ярче көріну үшін ақпен боядым. Екінші қолымды обычный цветпен боядым. Вот мына жерде көрсетіп жатырмын, қалай бояу керек. Та-дам! Вот результат. Мына жерлер аппақ, себебі подложка ретінде астын белый цветпен боядым. Сосын қызылмен боядым, чтобы яркий болу үшін осындай. Сосын мына жерлерді пилить еткем. Ой, фрезамен өткем, сол себепті осындай аппақ болып қалды. Так. Ой, блин. Фокус. Вот. Теперь самое главное, келесі қол. Я говорила в видеоның басында, что екі қолды наращивание жасаймын деп, но или видеода айттым ба? Я не помню, короче, екінші қолды қараңыздар. Та-дам! Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіздер. Комментарийға жазып кетіңіздер. Тағы қандай қызықты видеолар түсірейін. Пока!